Достар, супер сұмдық топ 10 рейтинг, яғни адамзат тарихындағы ең зұлымдардың зұлымы, былайша айтқанда оңбаған сұмырайлардың тізімі ғана қолымда тұрған. Енді естісеңіздер, ужастың ужасы, көп созбай айтайын, не дейді жаңа, самый жестокий злодейлердің рейтингінде бізде 10-шы орында орналасқан. Таң қалмаңыз, ол Усама бен Ладен екен, достар. Усама бен Ладен тут без комментариев. Ал 9-шы орында бізде Ким Ир Сен орналасқан екен. Солтүстік Кореяның династиясы, тирандар, диктаторлар өз елінде миллиондаған адамдарды қырып жойған, ашаршылық ұйымдастырған, адам құқықтарын таптаған, тоталитарный, авторитарный диктатураны орнатқан деген айыптар тағылып, міне 9-шы орында Ким Ир Сен орналасқан екен, достар. Ал 8-шы орында бәрімізге танымал, белгілі Саддам Хусейн орналасқан екен. Енді Ирактың лидері өз елінде шииттер мен күрдтерді жаппай қырып жойған деген айып тағылып отыр. Ал 7-ші орында орналасқан, достар, ол Иди Амин деген тағы бір зұлым, Африканың Уганда елінің басшысы, тиран, диктатор, өз елінде аяусыз миллиондаған адамдардың көзін жойып жіберген екен. Ал енді 6-шы орында орналасқан бәрімізге танымал Генрих Гиммлер, яғни нацистік Германиядағы концлагерлердің басшысы ретінде, Холокостты ұйымдастырушылардың бірі ретінде танымал тұлға Генрих Гиммлер міне 6-шы орында орналасқан екен. Ал енді 5-ші орында орналасқан Леопольд II деген Бельгияның зұлымы, жаңағы диктатор, тиран, Африканың Конго елінде 10 миллион адамды кәдімгідей қырып жіберген екен. Енді Леопольд II сол үшін осы рейтингтің 5-ші орнын жұлып алған екен, достар. Ал енді 4-ші орында орналасқан, енді бұдан да өткен сорақы зұлым, кәдімгі Пол Пот деген Камбоджаның қылмыскері, өз елінде қызыл кхмерлер деген жаңағы бандитский қылмыстық топты құрып, соның көмегімен елінде миллиондаған адамдардың көзін жойған екен. Ал енді, достар, осы рейтингта бүкіл әлемдегі зұлымдардың зұлымының кәдімгідей қола жүлдесін 3-ші орында алып отырған бәрімізге танымал, белгілі ол Мао Цзэдун екен, достар. Мао Цзэдун енді қытайлық лидер, өз елінде не дейді жаңағы великий скачок вперед, культурная революция деген сияқты бастамаларымен артық қылам деп тыртық қылып, өз елінде миллиондаған адамдарды ашаршылыққа, репрессияға ұшыратқан, көптеген адамдардың қазасына кінәлі деп танылып, міне Мао Цзэдун қола жүлдені 3-ші орынды иеленіп отыр екен, достар. Ал 2-ші орынды күміс жүлдені алып отырған бәрімізге тағы да танымал советский диктатор Иосиф Сталин екен, достар. Иосиф Сталин сол тарихта белгілі голодоморды, ашаршылықты ұйымдастырған, репрессия, депортация, көптеген адамдардың қазасына кінәлі деп танылып, Иосиф Сталин де міне 2-ші орынды күміс жүлдені сол үшін алып отыр екен, достар. Ал енді 1-ші орында, былайша айтқанда, рейтингтің көшін бастап бүкіл әлемдегі зұлымдардың зұлымының алтын жүлдесін алып отырған, как всегда, енді біліп отқан шығарсыздар, сол мұрты бар, сақалы жоқ неміс көкеміз, нацистік Германияның лидері, фюрер Адольф Гитлер екен, достар. Адольф Гитлер енді қазіргі таңда Германияда Адольф деген атты қоюға жалпы тыйым салынған. Өйткені Адольф Гитлер сол Германиядағы жалпы немістердің тарихында олардың